Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бауыр ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Егер сіз үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды. Себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауыру өте асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Бауыр оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлде басқа жағдайлармен де байланысты. Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлде болмайды. Белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасы және себепсіз арықтау, жиі бас айналуы және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Бауырды тазалайтын үй жағдайында лимон суы. Әр күні бауырымызды тазалатып, ас қорытуды жақсартқымыз келсе, жылы сумен қосып лимон суын ішкеніміз абзал. 1 стакан лимон араласқан жылы су аш қарынға ішілсе, асқазандағы токсиндерді жоюға көмектеседі, метаболизмді дамытып, сау ас қорытуды жақсартады, іш қатудың алдын алады. Куркума. Куркума қабынуды кетіретін дәмдеуіш, рактың алдын алып, бауырды қорғайды. Бауырды тазалап қана қоймай, метаболизмді түзейді. Мол су ішу бауырды тазалаудың ең жақсы жолдарының бірі. Күн сайын 6-8 стакан су ішу, бұл сондай-ақ бүйректерді тазартып, арықтауға да себеп болады. Адамның тәні әрқашанда дымқыл қалуға тиіс. Сол үшін мол су ішу қажет. Мәнерленген өнімдерден аулақ болу, яғни қазіргі фастфудтардан аулақ болу, тазартылған ұн, қант сияқты өнімдерден аулақ болуға тиіспіз. Себебі бұндай өнімдер тікелей бауырды майландырады, әрі холестеринге толтырады. Бұндай тамақтарды көп тұтыну адамның қарнына, санына, жауырына май топтастырады. Бақбақ түбірі. Бауырды тазалауға шипасы мол өсімдіктердің бірі бақбақ тамыры. Асылында бұл тарихта бауыр тазалауға ең көп қолданған өсімдік. Ең дұрысы шай ретінде пайдалану. Сарымсақ. Bir түп сарымсақтың өзінде жоғары емдік қасиет бар. Иммундық жүйені күшейтіп, тәндегі бактериялар мен вирустарға қарсы тұрады. Сарымсақтың құрамында сондай-ақ сульфид бар. Ол бауырды тазалайтын ферменттерді қалыптастырады. Брюссел капустасы. Азық ретінде қолданылмаса да, денсаулық сақтауда шипасы мол. Ішінде маңызды сульфидті глюкосинолаттар адам ағзасынан токсиндер мен улы заттарды шығуына қамтамасыз етеді. Көк шай. Бауырды тазалайтын тамаша өсімдік, алкогольден келер зияннан, ісіктен, гепатиттен қорғайды. Ішіндегі катехин табиғи түрде ракпен күресіп, ағзадағы майларды ерітеді. Бауырдың саулығын қадағалау мақсатында өттің тұрып қалуына жол бермеңіз. Бауырды таза ұстауға керек бірден-бір нәрсе зәйтүн майы. Жақсы өт қуалағыш. Тек таңдау кезінде назар аударғаныңыз этикасында, яғни зәйтүннің балдыр күйіндегі алғашқы сығымы болған дұрыс. Күнделікті аш қарынға 1 ас қасық зәйтүн майын, 1 ас қасық лимон шырын қабылдап тұрыңыз. Бұл қоспаны күніге қабылдасаңыз, бауырыңыздың саулығына қам жемесеңіз де болады.
Достар, менің видеомды жібермес үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.